Сәлем, құрметті оқушым, сабағыма қош келдің. Бүгін Smiles 3-ші сыныптың 17-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуіңді өтінемін. Ендеше сабағымызды бастаймыз. 17-ші беттегі тапсырма, бірінші бөлімде өткен барлық жаңа сөздер мен грамматикаға байланысты тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма read and number. Оқы және сандарын белгіле. Суретте 5 түрлі жануар берілген және 5 сөйлем берілген. Сол сөйлемдерге қарап, қайсы жануар қайсы екенін тауып және санын белгілеп шығамыз. It's a goat. Ешкіге, A-ге 0 белгісін қойып қойған, иә? Енді бірінші it's a duck. Duck дегеніміз үйрек, демек D деген столбикке 1 дегенді қоясыздар. It's a duck. Бұл үйрек. Екінші, it's a chicken. Chicken дегеніміз тауық. Тауық C. C-ға 2 деп белгілейміз. It's a chicken. Бұл тауық. It's a cow. Cow дегеніміз сиыр. Бұл сиыр. И әріпінің жәніне 3 деген санды белгілейміз. It's a cow. Бұл сиыр. It's a frog. Frog бақа, F. 4 белгілейміз, бұл бақа, it's a frog. It's a rabbit. Rabbit дегеніміз қоян. It's a rabbit, бұл қоян, B. Қоянның B деген әріпінің жәніне 5 деген цифрды қойып шығамыз. Осымен тапсырма бітті. Сандарды қойып шығасыздар. Келесі екінші тапсырма look and complete. Қара және аяқта. Дене мүшелері берілген, сол дене мүшелерін сызықтарға қойып шығамыз. Яғни сөйлемді аяқтап жазамыз, иә? Өткен жаңа сөздерді бір қайталап алайық. Hair, head, eyes, legs, mouth, ears. Hair шаш, head бас, eyes көз, legs аяқтар, mouth ауыз, ears құлақтар, иә? Енді жерде сөйлем берілген. He's got red hair. Оның қызыл шашы бар, иә? Бірінші сөйлем. It's got a big. Несі бар екен үлкен? Ауызы бар, иә? Демек, it's got a big mouth. Оның үлкен ауызы бар. Екінші сөйлем. It's got a small head. Оның кішкентай басы бар. Екінші сөйлемге head, бас дегенді қойдық. It's got big ears. Қоянның үлкен құлақтары бар. Оның үлкен құлақтары бар. It's got big ears. Келесі төртінші сөйлем. She's got blue hair. Оның eyes. Оның көгілдір көздері бар. She's got blue eyes. It's got 4 legs. Оның 4 аяғы бар. It's got 4 legs. Үшінші тапсырма. Read and underline. Read оқы, underline астын сыз дейді. Оқып астын сызамыз, дұрыс түрін таңдаймыз. I have, has, got a dog. I болған жағдайда have болады. Сол себептен have белгілеген. I have got a dog. Менің үйрегім бар. Бірінші сөйлем. We haven't, hasn't got a frog. We болған жағдайда біз have қолданамыз. Сондықтан we haven't болады. Біздің бақамыз жоқ. Екінші сөйлем. Have, has, you got a cow. You болған жағдайда have қолданамыз. Have you got a cow? Үшінші сөйлем. She have, has got a cat. Оның мысығы бар. She болған жағдайда has қолданамыз. She has got a cat. They have, has got blue eyes. Олардың көгілдір көздері бар. They болған жағдайда көпше түрде have болады. Сондықтан they have got blue eyes деп белгілеп жазамыз. Енді бір оқып шығайын, We haven't got a frog.
Have you got a cow? She has got a cat. They have got blue eyes. Ең соңғы 4-ші тапсырма. Read and choose. Оқы және де белгіле дейді. Мына жерде сұрақтар берілген, сол сұрақтардың жауаптары бар. Сол сұрақтардың жауаптарын табуымыз қажет. Бірінші сөйлем. Where do penguins live? Пингвиндер қайда өмір сүреді? In Antarctica. Антарктикада өмір сүреді. B деп тұр. Екінші. What type of animal is an elephant? Elephant жануардың қандай түріне жатады? It's a mammal. Ең жаңадан бөлім басталған уақыт өткен болатын болса, ол сүтқоректі жануар. It's a mammal. Where is the duck? Үйрек қайда? Duck дегеніміз үйрек. Оны бүйтіп жауап береміз. It is in the house. Ол үйде. What are those? They're little frogs. Анау тұрған не? Олар кішкентай бақалар. Are the chickens eating now? Тауықтар дәл қазір тамақтанып жатыр ма? Олар тамақтанып жатыр. Yes, they are. Ең соңғысы, how many legs have horses got? 4. 4 аяғы бар, жылқылардың, сондықтан деп белгілейміз. Енді сандардың және әріптерін айтып шығамын. Екінші сөйлемге қоямыз D, үшінші сөйлемге қоямыз F, төртінші сөйлемге қоямыз C, бесінші сөйлемге қоямыз A, және ең соңғы 6-шы сөйлемге қоямыз E. Осымен 17-ші беттегі тапсырманы толық орындап болдық. Сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Каналыма тіркелуді ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше сау бол.